Қаламызда биыл алғаш рет Ақселеу Сейденбековтың 75 жылдығына арнап жас ақын жазушылар мен көркем сөз шеберлерінің байқауы өткізілді. Байқауды Теміртау қаласының тілдер дамыту орталығы өткізіп оған қаламыздың колледж студенттері қатысты. Жастар этнограф, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері Ақселеу Сейденбеков шығармаларынан үзінділер оқып, өлеңдерін жатқа оқыды. Өткір тіл қанжар тұяқ қанға тоймас, қанша сілкіп талсаң да алмай қоймас. Шұбар тұяқ жерінен тауып салсаң, ердің құнын берсең де басын жоймас. Белгілі жазушы көсемсөз шеберінің шығармашылығын жастар арасында насихаттау мақсатында ұйымдастырылған байқауға қатысушылар да көп болмапты. Әділ-Қазылар алқасы мүшелері жазушының шығармашылығымен танысып, шығармаларынан үзінді оқып, жырларын жатқа айтқан жастардың талаптарын бағалап, оларды марапаттады. Бұл конкурсты осы өткен қараша айында қаламыздағы колледждердің студенттері мен университеттің студенттеріне жариялаған болатынбыз. Бұл конкурстың шарты бойынша студенттер жаңағы өздерінің шығармаларын поэзия түрінде болсын, проза түрінде болсын, өз шығармаларын бізге орталыққа ұсыну керек болатын. 4-5 студенттің жұмысы бүгін кешегі күнге дейін қабылданып, бүгін Әділ-Қазылар алқасы солардың арасынан жеңімпаздарды анықтады. Әділ-Қазылар алқасының шешімі бойынша байқаудың бірінші жүлдесі Теміртау қаласының көп салалы Мирас колледжінің студенті Бауыржан Кеңесовке берілсе, екінші орын Теміртау сауда және тамақтандыру колледжінің студенті Аяжан Смағыловаға, ал үшінші орын көп салалы Мирас колледжінің студенті Нұрбиба Асылхановаға берілді. Осы орталығымызда біздің 2017 жылдың соңғы 3-ші тоқсанында оқып бітірген тыңдаушыларға сертификат табыстау рәсімі болып жатыр. Бұл осы қыркүйек желтоқсан айларында біздің орталықта мемлекеттік тілді және ағылшын тілін үйренген тыңдаушылар осы өткен аптада сертификатқа емтихандарын тапсырып, солар бүгін сертификаттарын алуға келді. Бұл сертификатты тапсырумен қатар біз осы орталықта 3 ай бойы оқу барысында өздерін тек қана осы оқуға үлкен жауапкершілікпен қарап қана осы қатысып қоймай, қосымша бізде орталықта болып жатқан ашық сабақтарға, басқа да іс-шараларға өздерінің үлестерін қосып атқан тыңдаушыларды атап өттік алғыс хатпен. Теміртау қаласының тілдер дамыту орталығында биылғы жылдың соңғы тоқсанында 150 тыңдаушы мемлекеттік тілді меңгеру курсында оқыса, 88-і ағылшын тіл курсына барған. Ал жылдың басынан 330 адам қазақ тілінде, 165-і ағылшын тілін оқыту курстарынан өткен. Металлургия комбинаттың жұмысшысы Евгений Махницкий орталықты 3 ай қарапайым деңгейде оқып шыққан. Мемлекет тілді меңгеруге құлшыныс танытып отырған жас қазақша өлеңде оқып берді. Қазақстан ашық аспан, кең далам. Таулар биік аспанмен таласқан. Табиғатты тамсандырар ғалымды, көктем күз аңсалдырар адамды. Тілдер дамыту орталығының басшысы 2018 жылғы орталықтың мемлекеттік ағылшын, онымен бірге орыс тілін оқыту курсына жазылудың басталғандығын айтты. Сондықтан тілдерді тегін меңгергісі келгендер мүмкіндіктер бар. Ол үшін Чайковский көшесі 22-ші мекенжайда орналасқан қалалық тілдерді дамыту орталығына барып жазылуға болады, немесе телефон арқылы хабарласып жазыла аласыздар. Келесі 2018 жылға да осы курстарды ұйымдастыруды ары қарай жалғастыра береміз. Енді біздің бір жаңалық деп айтсақ та болады. Келесі жылдан бастап біз осы қалада егер орыс тілі курсын, орыс тілін үйренем дегісі келген адамдар болса, оларға орыс тілі курсында ұйымдастырамыз. Қаңтар айына қазірден бастап жазылып жатыр адамдар. Тағы да жазылам деушілер болса, жалпы қазақ, ағылшын, орыс қай тілге болса да курстарға жазылуға болады. Бұл қаңтар айында басталады курстар. Барлығы сол тегін түрде. Осы Чайковский көшесі 22-ші үйде 3-ші қабатта орналасқанбыз. 90-72-06 телефон арқылы да жазылуға болады. Жалпы курсқа шақырамыз.